Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Әкесі қайтыс болғаннан кейін баласы анасын қарттар үйіне өткізеді. Сол күйінде анасына анда-санда есіне түскенде ғана бір келіп тұрады. Бір күні оған қарттар үйінен телефон шалып, сіздің анаңыз өте нашар халде жатыр. Тезірек келіңіз дейді. Баласы бөлмеге кіргенде анасы өлім аузында жатыр екен. Ол, мама, сен үшін мен не жасай аламын деп сұрайды. Қарт ана, бөлмеге кондиционер қой. Мына жерде жазды күндері өте ыстық. Тоңазытқыш қой. Мен тамағымды сақтай алмай талай рет аш жаттым. Баласы таң қалып, мама, сен бұрын ешқашан шағымданбадың. Енді аз ғана өмірің қалғанда осының бәрін маған айтуды ұйғардың ба? Неге? дейді. Бәрі жақсы, қымбаттым. Бұның бәрін мен өзім үшін сұрап жатқан жоқпын. Мен ыстыққа шыдадым. Аштыққа төздім. Ауруға көндім. Бәріне төздім. Бірақ кейін сені балаларың осы жерге әкеліп тастағанда саған қиын болады ма деп қорқамын деген екен күйеу ана. Баласы не жауап берерін білмей, басын жерден көтере алмай қалды. Тағы бір қарама-қарсы оқиға. Бір қария күнде таңертең сағат 8-де ауруханаға келіп, Альцгеймер ауруына шалдыққан әйелін тамақтандырып, серуендетіп жүреді. Өзі зорға жүрсе де, әйелі оны танымай қалса да күнде сол әдетінен таймайды. Бұны бақылап жүрген аурухана қызметкерлері одан сұрайды. Неге күнде келесіз? Ол бәрібір сізді танып жатқан жоқ қой. Өзіңіз де қиналып жүрсіз. Оған қария, есесіне оны мен танимын ғой. Мен оның кім екенін білемін. Бәрі менің есімде деп жауап беріпті. Адалдық қарым-қатынасты нығайтып, адамдарды байланыстыратын көзге көрінбейтін жіп секілді. Ол жақсылық пен жамандықта, қолдауда көрінеді. Шынайы адалдық бұл жай сөз емес. Адамдар арасындағы байланыстың тереңдігі мен қарым-қатынасы туралы айтатын құндылық. Адалдық бұл мінездің қасиеті ғана емес. Сонымен бірге шынайы сүйіспеншілік пен құрметтің көрсеткіші. Ол іс-әрекетте бір-біріне деген ілтипат пен қамқорлықтан көрінеді. Барлығы тез өзгеретін қазіргі әлемде кез келген қиындықтарды жеңу және қарым-қатынаста өзара түсіністік пен келісімді сақтау үшін адалдық ауадай қажет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.